Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видео нанның зияндылығы туралы. Нанды күнде жегенде не болады? Қара нан расымен ақ нанға қарағанда пайдалы ма? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Алдымен айта кетсек, қазіргі нан біздің әжелеріміз пісірген наннан өте қатты ерекшеленеді. Біріншіден жарма, яғни бидай, қара бидай. Олар басқа болған бұрындары. Жарма құрамының өзгеруі ас өндірісінің дамуымен байланысты. Егер жарма құрамында глютен көп болса, жармадан көп мөлшерде нан жасауға болады екен. Және жарналар бара-бара жаңартылып, жаңа түрлері шыққан. Осыдан басқа қазір нанның өзіне глютенді тікелей қосып пісіретін болған. Яғни құрамында глютен бар ұн салып, және шамамен 50% таза глютенді оған қосып, осылай желімдік зат жасайды, клейковина. Ол ас қорыту жүйесін тітіркендіріп зақымдайды. Жалпы глютен бұл қабынуға әкелетін өнім. Неге осыған қарамастан нанды барлығы жақсы көреді? Тіпті нанға қатысты көптеген мақалалар бар. Себебі бұрындары наннан басқа жейтін тағам болмағанды. Кең жармалы, даламызда кең жармалы өрістер болған. Соның арқасында нан алып отырған. Бұл өте жедел өнім. Сіздің асқазан ішек жолдарын бітеп, одан тою сезімі емес, ауырлық сезімі туындайды. Содан тойдым деген қате ой келеді. Бірақ нан бұл тазартылған көмір су. Қазір біз нанды әжелеріміз дайындаған ашытқы негізіндегі немесе ферменттелген нанмен салыстырмаймыз. Әрине қазір бұрынғыдай нанды пісіретін адамдар аз да болса бар. Есте сақтау керегі бидай, қара бидай ұны. Бұл тазартылған көмір сулар. Олардағы инсулиндік гликемикалық индекс өте жоғары. Егер сіз нан жесеңіз, шамамен 40-45 минуттан соң нан ағзада глюкозаға айналады. Одан тез тою сезімі пайда болып, негізінен өте аз мөлшерде пайдалы да қоректі заттарды ағзаңызға алып отырасыз. Нанға қарағанда тұтас қарақұмық не тұтас күрішті пісіріп жеген 1000 есе артық. Осылардан сөзсіз қоректі заттар ағзаңызға түсіп отырады. Қазір тіпті саябақтарда үйректерді, қаздарды да нанмен қоректендіруге тыйым салынған. Себебі олардың өмірі үшін бұл қауіпті. Нан олардың асқазан ішек жолдары органдарына кері әсерін тигізеді. Егер жануарларда ас қорыту жүйесінде проблема болса, біз бірінші кезекте құрамында глютен бар тамақты оларға бермеуіміз керек. Себебі глютен, айтып кеткеніміздей, бұл желімдік зат, яғни клейковина. Ас қорыту жүйесіндегі шырышты қабатты зақымдайды. Үй наны мен дүкен нанының құрамын салыстырсақ, дүкен нанының құрамында әрқашан шекер көп болады. Ол ұннан соң екінші орында. Яғни сіз ұн деп отырған тазартылған көмір судың үстіне қоса қантты да жеп отырсыз. Одан тез тойып, кейін өт қоюланып, ұйқы безі зақымдалып, микрофлораңыз бұзылады. Мұнда бұрын әжелеріміз кезінде нан көп жеді, не Италия халқы нанды көп жейді деп салыстыру дұрыс емес. Себебі ата-бабамыз жеген нан құрамы жағынан мүлде өзгеше. Ал Италия халқы целиакиясының өсуі геометриялық прогрессияға ие. Яғни целиакия ауруы оларда көп мөлшерде кездеседі екен. Целиакия бұл бидайда, қара бидайда және арпада болатын ақуыз глютенді тағам тұтынғанда аш ішекте ас қорытудың бұзылуымен сипатталатын ауру. Глютен целиакиясы бар адамдар үшін улы болып келеді. Глютенге аллергия, қысқаша айтсақ, целиакия дегеніміз. Целиакияның белгілері глютенді тағам жеп қойған соң диарея, бас ауруы, аутоиммунды аурулар дамуы мүмкін. Паста, пицца, макарон жейтін итальяндықтар емес, теңіз өнімдері, көкөністер, шөптер жейтін итальяндықтардың дендері сау болып келеді. Сондықтан макарон, пицца елінің адамдары глютен жеп жүр, оларға тиетін зияны жоқ болса, біз неге жемеуіміз керек деген ой өте қате. Көбі қара нан ақ нанға қарағанда пайдалы деп ойлайды. Қара бидай қарапайым бидайға қарағанда шынымен де зияны аздау. Себебі екеуінде де глютен бар болғанымен құрамында, ақ бидай құрамында сонымен қоса А-глютенин де бар. Бұл А-глютенин қазір жаңартылып біздің ағзамыз үшін аллерген болып табылып отыр. Жалпы барлық жармалардың ішінде бидай өте зияндысы болып есептеледі. Тазартылған көмір суды, яғни нанды көп мөлшерде қолдану неге алып келеді? Бұл өт қоюлануы, өт қабында полип, өт қабында тас пайда болуы,
ұйқы безімен проблема, іш қатуы, іш желденуі, тері проблемасы, акне және қандағы глюкоза мөлшері көтеріледі. Ол жүрек қан тамырлары ауруын туғызады және глюкозадан атеросклероз күшейеді. Көбі ол холестерин кесірінен деп ойлайды, бірақ холестеринді ашытып отыратын сол глюкоза екен. Нанды әрине мүлде жемеу керек деген сөз емес айтқым келгені, бірақ оны мөлшерін азайтуға тырысуға кеңес беріледі. Себебі көп мөлшерде нанды тағамдарды, нанды пайдалану өте көп мөлшерде біздің ұйқы безімізге, өт қабына, өттің айдалуына және ішек микрофлорасына зияны өте көп. Сондықтан да ас мәзірінде нанды тағамдарды сәл азайтуға кеңес беріледі. Видеом осы. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліңіз. Рахмет.